CapCut қосымшасында өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз және ол жерге өзімізге керекті мәтінді жазамыз. Мысалға, мына жерде мен өз атымды жазайын. Дәл осы жерде стиль бөліміне өтеміз. Және де мындағы түстерден керек түсіңізді таңдап алсаңыз болады. Енді түсін таңдағаннан кейін, мына жерде анимация бөліміне өтеміз. Зациклить деген бар. Соны басып, төменнен колесо шрифтов деген бар. Соны таңдайсыздар. Неке. Осыны таңдаймыз. Және быстро, медленно дегенді медленноға апарып қоямыз. They see me rolling.